Оңласбек Дербісте бар емес пе олай? Ол алып жүрген емес пе, қоршап қойған. Оңласбек Дербіс. Ана баласын да қосып жазыпты. Арыз жазылғандардың ішінде, көбісінде, бұлардың ішінде олар жоқ адамдар. Бұл совхозды бөлгенде біз жаңа тек өзімізде жұмыс істеп жүрген, осы жерде журналда бар адамдарды ғана жазылған тұғын. Бұл жерде қарасаң, бала шағасын бәрін жеке-жеке қосып жаза берген. Мына шіркін адамдарды да, Қарабрагимовтер. Олар да өздерінің жаңағы әкесі өзінің төлесін алған, а балдарын жеке-жеке әдемі қылып жазып, мерге тізімге қосып қойыпты. Және де бұның ішінде совсем жоқ адамдар бар. Біздің совхозда істемеген, вообще қатысы жоқ адамдар. Бұның бәрі жаңағыдай жалған тірлік бұның бәрі. Тергеушілер келіп осыны жазғанда мен айттым оларға. Сіздер бәрін танымайтын адамдарды да жазып атсыздар. Мен жерім жоқ дегендерін бәрін жазып атыр Құлбеке. Мен айттым оның бәрін. Бұл мен қол қойған жоқпын деп талай мәрте келіп айтты мына жерге. Қайнар Асытқа келіп. Мен ешқандай қол қойған жоқпын, сыртымнан қол қойып жібереді екен, 2 мәрте қол қойып жіберді деп айтты. В настоящее время вина его не доказана. Ни прокуратура, ни суд внимания не обратили, что само по себе с нашей стороны было воспринято как дело имеет заказной характер. Крестьяне выступили в защиту своего коллеги, заявив о его невиновности. Все эти люди собрались, чтобы поддержать своего руководителя Халиса Арманова. Алдымен қамауға алып, содан соң 16 күннен кейін Түркістан облысының полиция прокуратурасымен бірге ауылға келіп, үгіт насихат өткізіп, арыз беруге шақырған. Члены производственного кооператива, признанные потерпевшими, а это 170 человек, были допрошены и у них отобраны заявления спустя месяц после задержания Саманова по стражу. Хуже того, все следственные действия с данными 170 лицами были произведены в течение 5-20 минут в интервалах. Даже объяснить человеку, разъяснить его права уходит столько времени. Сонымен қатар, олардың көпшілігі ешқашан кооператив мүшелері болған емес, және кооперативпен ешқандай байланысы жоқ. Олар өздері жауаптарында олардың құжаттары жоқ екенін растайды. Олардың арасында өз жерлерін бөліп алғандарда аз емес. Оларға кооперативтен жерін бөліп беру туралы әкімдердің қаулысы да бар. Олардың жер үлесінің бар жоғын растайтын бірде-бір құжаты жоқ адамдардан арыз қабылдайды. Самое вопиющее в этой ситуации тот факт, что уголовное дело поступает в прокуратуру области в 37 томах в 10 утра примерно 21 декабря. Спустя всего пару часов, возможно 3 часа, это уголовное дело уходит в суд. Получается, наши прокуроры 37 томов ознакомились всего за несколько часов. Это даже физически невозможно ознакомиться. И вот эта прокуратура якобы за один день ознакомилась и передала в суд. 21 желтоқсан 2020 жылы сот негізінен қарау мәселесі бойынша Түркістан облысы прокуратурасынан жолданған біз немесе Сарман Хали басқа да адвокаттар білместен бұрын сол соттың алдына да барып шеру ұйымдастырған болатын бірнеше азаматтар.